Бүгінгі сабақта тауар іздеудің ең қарапайым екі жолын көрсететін боламыз. Біріншісі поиск арқылы іздеу, ал екіншісі тауарды фотоға түсіру арқылы іздеу. Поиск арқылы іздеген кезде қазақша жазсаңыз болады, ал егер қазақша шықпаған кезде переводчикті қолданасыздар. Себебі біз Pinduoduo'ға тек қана қазақшаның базовый сөздіктерін берген болатынбыз. Әзірге Pinduoduo соны ғана енгізіп қойды. Бірақ болашақта алдағы уақытта біз қазақ тілінің барлық сөздігін, диалект сөз болсын, ресми сөз болсын, барлығын қытайшаға аударып Pinduoduo'ға береміз, және Pinduoduo оны өзінің қосымшасына енгізеді. Сол кезде міндетті түрде сіз тауарыңызды қазақша жазған кезде шығатын болады. Әзірге Pinduoduo'да поиск арқылы қалай іздеу керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен Pinduoduo'ға кіреміз. Ең жоғарғы жақта міне іздеу батырмасы тұр. Осыған басып, кез келген тауарларыңызды жазасыз. Мысалы, қазақша сағат деп жазайық. Pinduoduo міне бізге көп деген әртүрлі сағаттарды шығарды. Ал енді аяқ киім деп жазып көрейік. Осы кезде Pinduoduo бізге аяқ киім, сумка барлығын араластырып шығарды. Сол себепті біз переводчикті қолданамыз. Міне переводчикке кіріп, қазақша аяқ киім деп жазып, оның қытайшасын өзімізге көшіріп аламыз. Көшіріп алған сөзді жаңағы поисктің жанына қоямыз. Қойдық, іздеу батырмасын басамыз. Міне осы кезде Pinduoduo бізге кілең аяқ киімдерді шығарды. Осылай переводчикті және де қазақша сөздікті қолдана отырып тауарларыңызды іздей аласыз. Ал тауарды фото арқылы қалай іздейміз? Кез келген тауарды, мысалы, мына сөмкені алайық. Осы сөмкені дәл осы түрін Pinduoduo'дан сатып ала аласыздар. Ол үшін жаңағы поисктің жанында камераның суреті тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін тауарларымызды осылай суретке түсіріп аламыз. Мына Pinduoduo бізге тура осы сөмкені көрсетіп шығарды. Осының ішінен өзіңізге керек, өзіңізге ұнаған модельді таңдап ала аласыздар. Дәл осылай оңай екі жолмен тауарды іздеп ала аласыз. Ал келесі сабақта дұрыс дүкен таңдау, сапалы және арзан тауарларды қалай алдырта аламыз, тауардың сапасын қалай тексереміз деген сияқты өте үлкен пайдалы сабақтармен бөлісетін боламыз. Келесі сабақта сіздерді күтеміз.